терезені ашпай, үйдегі нәрестеге суық тиіп қалады, сквозняк тиіп қалады деп ауа кіргізбей отыратын ата-аналар біздің арамызда бар. Өкінішке орай, бұл проблемаларды сіз уақытында шешпейтін болсаңыз, яғни ауаны жаңартып, тазартып, суық ауадан қорқып отыратын болсаңыз, сізде тыныс алу жүйесіндегі проблемаларды тудыратын аурулар болуы мүмкін. Аллергия, тыныс алу аурулары бұл проблемаларға алып келеді, және керісінше бұл баланың иммунитетінің төмендеуіне алып келеді. Өйткені үйдегі ауа тазарған кезде біздің жаңағы үйіміздегі ауа алмасу процесі болып, біздің жаңағы гипоксиямыздан да арылуымызға үлкен себеп болады. Және үйдің ылғалдандырып отыру керек. Ең болмағанда үйді күніне 3-4 рет жаз күндері 30-40 минуттан үйді желдетуіміз керек, ал қысты күндерде хотя бы 5-10 минуттан желдетіп отыруға тырысу керек. Егер сіз этаж үйде тұратын болсаңыз, онда желательно таңғы уақыт, яғни таң намазының уақытысында және кешке қарай желдеткен дұрыс. Өйткені күндізгі уақытта бізде токсиндердің саны көбейеді. Және де міндетті түрде егер үйіңізде ылғалдылық жетпей жатса, онда үйді ылғалдатуға тырысыңыз. Болмаса просто диффузорлар. Мен өзім мысалы күнде ұйықтар алдында міндетті түрде жатын бөлмені 15-20 минутқа ашып қоям, және одан кейін диффузор қолданамын. Диффузордың ішіне лаванда майын қосып қойған кезде ол түнде күшті тыныштандыратын қасиет береді, және терең ұйқыға баруға мүмкіндік береді. Ақпарат пайдалы болса, міндетті түрде парақшаға тіркеліп алыңыз.